Баршаңызға сәлем қыз-келіншектер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйретті өте дәмді, қарапайым ингредиенттерден дайындалатын, жасалу жолы өте оңай, өте дәмді панкейктер дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте аппетитный болып шығады. Неге ішін бөліп көрсетіп жатырмын. Воздушный, жұмсақ, өте нежный, сонда бір әдемі дәмді болып шығады. Ал бізге керек ингредиенттер: 2 жұмыртқа, керегінше қант, разрыхлитель, сүт және де ұн. Қантты өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар. Мен 3-4 қасық қостым. Тәттісі орташа болды. Тәттілеу қалсаңыздар, демек одан да көбірек қосасыздар. 2 жұмыртқамызбен ең алдымен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Қант ерігенше араластырып алатын боламыз. Содан соң сүтімізді құйып, массаны біріктіреміз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, біртіндеп салатын боламыз. Соңынан разрыхлителімізді де салып дайындап аламыз. Неге бізде массамыз дайын. Осындай қатты қою да емес, өте қатты сұйық та емес, дәл осындай видеодағыдай масса болып шығу қажет. Мен табаға май құйған жоқпын. Өздеріңіздің табаларыңызға байланысты кішігірім май құйсаңыздар да болады. Мен таба май қажет етпейді, сондықтан май құйған жоқпын. Осылай бетінде көпіршіктер пайда болған соң, біздің панкейктерімізді аудара берсек болады. 2-3 минутта осылай көпіршіктер пайда болады, яғни әрбір бетін 2-3 минуттан ұстап пісіріп алатын боламыз. Іші пісіп, әдемі болып, воздушный болып шығады. Панкейктерді вареньемен, сгущенкамен немесе балмен бірге ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет үйлеседі. Мінекей біздің панкейктеріміз дайын, өте дәмі тіл үйретіндей, үйіңіздегілерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!